Жібек жол бойындағы тарихи орындарды жандандыру, түркі ұлттарының мәдениетін сақтап, оларды дамыту. Міне осы мақсатта халықаралық түркі кеңесінің делегаттары Таразға келді. Ақпараттық тур барысында шетел туристік компания мүшелері, журналистер және жоғарғы оқу орындарының оқытушылары тарихи жерлерде болды. Толығырақ Мерей Байет баяндайды. Заманауи жібек жолы тур жобасының екінші ақпараттық туры Ұлы жібек жолының бойында орналасқан тарихи көрнекті жерлерді жандандыруға бағытталған. Таразға табан тіреген туристік топ бағдарламасы негізінен 14 күндік бағыттан құралған. Аталған жоба аясында туристер кеңес мүшелерімен бір сапарда Түркия, Әзербайжан, Қазақстан және Қырғызстанның тарихи мәдени мұраларымен емін-еркін таныса отырып саяхаттай алады. Бас мақсатымыз баяғы өзіміздің ежелгі Ұлы жібек жолының маршрутын жаңғырту. Қазір таңдағы Ұлыбританиядан, Франциядан, Германиядан, Түркиядан, Катардан келіп атқан туроператорлар және туристер келіп жатыр. Қазіргі таңда биылғы жылдан бастап бұл екінші инфотур біздің Жамбыл облысына, біздің тарихи нелерімізге, ескерткіштерімізге, басқаларына көп қызығушылық білдіріп жатыр. Ең алдымен шетелдік қонақтар Көне Тараз тарихи мәдени орталығында болып, көне қаланың қазындыларымен танысты. Әрине бір күндік серуен көне шаһардың тарихи орындарын аралап шығуға жеткіліксіз, дегенмен топ мүшелері 10-12 ғасырдың артефактілеріне куә болып таңданыстарын жасырмады. Менің бұл Қазақстанға алғаш келуім, сіздердің елдеріңізге бұрыннан келуді ойлағанмын. Енді осы ақпараттық топпен келу бұйырыпты. Қатты ұнады, мәдениеті, жалпы тарихи нысандар таңғалдырды. Қазақстанға жолым түссе тағы да келемін. Айта кетейік, халықаралық ақпараттық турды түркітілдес мемлекеттердің кеңесі ұйымдастырып отыр. Десе де өңірдегі тарихи маңызы бар жерлерді тиісті дәрежеде таныстыру өңірдегі өкілдерге жүктелген. Біз бағытқа қосылғаннан кейін бұл оңай болмасы анық. Айталық Жамбылда туристерге көрсететін әдемі жерлер жетерлік. Солардың бірі Ұлы жібек жолының бойында орналасқан Көне Тараз тарихи мәдени орталығын алсақ та әбден лайық. Қазіргі уақытта бағыт бойынша турпакеттің құны анықталуда. Тараз қаласы да заманауи жібек жолы турпакет маршрутына еніп отыр. Енді өңірдегі Жамбыл сервис тур компаниясы келген қонақтарға қызметін ұсынады. Жұмыс тобының қазіргі есебі бойынша аталған маршрутпен келетін туристер саны жылына шамамен 1 миллион адам болмақ. Мерей Байет, Дулат Шықманбетов, 77 News.